17 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, айналаңыздағылар не айтып жатқанына мән беріп, мұқият тыңдаңыз. Сол айтылып жатқан әңгімелердің арасынан қандай да бір маңызды ақпараттарға құлақтар болуыңыз әбден мүмкін. Басыңызда қызықты жобалар бар, ал оларды сәтті жүзеге асырғыңыз келсе, ең алдымен айналаңызда сізге адал болып, қолдау көрсете алатын адамдардың бар болуына ықпал жасаңыз. Ал қалған нәрселер рет-ретімен өздігімен орындалатын болады. Торпақтар қандай да бір қызықты жағдайлардың соңынан еріп, өздері де жандағыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Бұл күні жаңа хоббиіңіз пайда болып, жаңа адамдармен танысуыңыз да ғажап емес. Жалпы, бүгінгі күні шабытыңыз тасып тұрады десек те болады. Ең бастысы, ешкімге уәде бермеңіз. Сонымен қатар, алдағы күндері орындауы қиынға соғатын шаруаларға келісім бермеген жөн. Егістер логикамен байланысты, сондай-ақ ойлануды қажет ететін шаруаларыңызды ойдағыдай атқарып шыға аласыз. Тек күрделі немесе жаңа идеяларыңызды жүзеге асыруға аса қолайлы күн емес. Жоспарлау, алдағы күндердің жұмыстарын пысықтау секілді дүниелер үшін таптырмас уақыт. Қазіргі таңда жан-жаққа ой жүгіртпей, бос кездесулерге уақыт өлтірмей, болашағыңызға қажетті шаруалармен айналысқан жөн. Шаян, жемісті күндердің бірі болғандықтан, бүгінгі күні бір орында отыруға болмайды. Жаңа оқиғалар, жаңа идеялар, тіпті жаңа әсерлер күтіп тұр. Бұл күннің басым бөлігі қозғалыс және адамдармен сөйлесумен өтеді. Кейбір шаяндар өздерін мүлдем жаңа формада байқап көре алады. Осындай мүмкіндіктер түсіп жатса, өзіңізді шектемеңіз. Кез келген мүмкіндік сізге сәттілікке апарар баспалдақ бола алатынын ұмытпаңыз. Арыстан, қыңырлығыңыз байқалады. Бүгінгі күні жақындарыңыз болсын, таныстарыңыз болсын, жалпы адамдармен сөйлесу барысында қиындықтар туындауы мүмкін. Мұның басты себебі сіздің қыңырлық танытып, ортақ мәмілеге келуге ниетіңіздің болмауы. Қыңырлықтан келіп сізге ешқандай да пайда жоқ. Қателікті кез келген адам жасауы мүмкін. Болмашы нәрселерге бұртылмай, кешіре білгенде жөн. Жымиыңыз, қабағыңызды ашыңыз. Өмір тамаша. Бикеш, таңдау жасауға тура келмек. Ең қызығы, мұны жасау оңайға түспейді. Ал таңдау жасалғаннан кейін, басқа сіз таңдамаған амалдар енді қайта оралмайды. Сондықтан да қате таңдау жасамас бұрын жүрегіңізді тыңдай біліңіз. Ал жалпылай алғанда, бүгінгі күннің атмосферасы күрделі емес. Оған позитивті беретін тек өзіңіз. Таразы, ақылыңыз бен жүрегіңіз бір-біріне қарама-қарсы тартатын болады. Осының нәтижесінде сіз қай жолмен жүруді немесе қай салаға бет бұруды білмей дал болуыңыз да мүмкін. Бүгінгі күні өзгелердің пікірін немесе ақыл кеңестерін шешім қабылдау барысында қолданбағаныңыз жөн. Өзіңізге ойлануға уақыт беріп, өзіңізге жақын нәрсені таңдаңыз. Ал сауда-саттық немесе қандай да бір шығынға байланысты шаруаларда тәуекелге бармағаныңыз дұрысырақ. Саршаян, бүгінгі күні айыңыз оңынан туғалы тұр деуге болады. Жақсы мүмкіндіктер кез келген жерде болып, пайдалы байланыстарыңызда пайда болады. Мұның барлығы сіздің алдағы маңызды жоспарларыңызды жүзеге асыру барысында қажет. Бүгінгі күні адамдарды өзіңізге баурап алып, жақсы әсер қалдырасыз. Бұл сәтті дұрыс қолдана біліңіз. Мерген, ойыңызда өткен күндерден қалған қажетсіз ақпараттар мен қажетсіз ойлар желде ызғып жатқандай. Дегенмен де бүгінгі күні күнделікті атқаруыңыз керек шаруаларға ден қойып, соның барлығын абыроймен атқарып шығуға тырысыңыз. Егер сол шаруалардан шаршаған болсаңыз, кішігірім үзіліс жасаңыз. Тек жалықтым деген ойлардан аулақ болыңыз. Бұл жұмысыңыздың сапасына кері әсер етеді. Тауешкілерде бір орында отыратын жұмыстар мен шаруалардан тез сергіп, жалып кетулері мүмкін. Дегенмен де бүгінгі күністен уақытты дұрыс реттей білуді, сондай-ақ өзіңізге ойыңызды жинақтауға мүмкіндік беруді талап етеді. Мүмкіндік болса, жаяу серуендеп, тіпті жаңа әсер алуға тырысып көріңіз. Төрт қабырғаның ішінде қамалып отырғаннан сізге жаңа ойлар мен идеялар келе салмайды. Сол себепті де ара-тұра серуенге шығып, бой жазып қайтқаныңыз жөн. Су қойғыш,
Бүгінгі күннің көңілді немесе бір қалыпты өтуі тек сізге байланысты болмақ. Сондықтан да таңертеңгі уақыттан бастап өзіңізді көңілді күйде ұстай біліңіз. Сондай-ақ жағымсыз адамдардан алшақ болғаныңыз жөн. Негатив бар жерде тұнжырау, маю да болады, ал сізге мұның еш қажеті жоқ. Жалпы жұмыста болсын, жеке өмірде болсын, уайымдайтын мәселе туындамайды. Тек көңіл күйіңізді бақылауда ұстай білсеңіз жеткілікті. Балықтар, жақындарыңызбен қарым-қатынастарыңыз сынақтан өтуі мүмкін. Дәлірек айтқанда, арадағы қарым-қатынастардың қаншалықты берік екені сынға түседі. Шиеленісті жағдайлар мен конфликт орын алған жағдайда мұның барлығын лезде басып, дау-дамайлардан алшақ болғайсыз. Жұлдыздар өзгелерге сын айтпауға кеңес береді, себебі бір сынның салдарынан үйде бәленің тұтануы әбден мүмкін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.